Ол жай ғана Free Fire ойнап отырды, бірақ экраннан біреу оны бақылап тұрғандай болды. Командадағы бейтаныс Ник чатқа бір ғана сөз жазды. Сол сәттен кейін бәрі өзгерді. Бұл ойыншы матчта емес, ол баланың бөлмесінде болды. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Арман 14 жаста еді. Ол күндіз сабағын оқып, түнде бәрі ұйықтаған соң Free Fire ойнағанды жақсы көретін. Әсіресе түнгі тыныштықта ойын қызығы арта түсетін. Құлаққапты киіп алып экранға үңілгенде ол үшін бүкіл әлем жоғалып кететін. Сол түнде де бәрі әдеттегідей басталды. Сағат түнгі 12:47. Үй іші тым-тырыс. Телефон экранда Free Fire жүктеліп тұрды. Арман жаңа матчқа кірді, бірақ бір нәрсе өзгеше еді. Матч басталғанда команда тізімінде бір ойыншының аты көзге бірден түсті. Қара көз. Арман бұл Никті бұрын ешқашан көрмеген. Профиль суреті жоқ, деңгейі де көрсетілмеген. Бірақ ойын басталған сәттен бастап әлгі ойыншы өте шебер ойнай бастады. Ол қарсыластарды көрінбей жатып жеңіп отырды. Арман чатқа жазды: "Қай жақтансың?" Жауап бірден келді: "Сенің артыңдамын." Арман селк ете қалды. Арман қалжың шығар деп ойлады, бірақ дәл сол сәтте оның құлаққабынан сыбырлағандай дыбыс естілді. Бұл ойын ішіндегі дыбысқа ұқсамады. Арман, ол өз есімін анық естіді. Жүрегі қатты соға бастады. Телефонды қолынан тастай жаздады. Бірақ экранда ойын жалғасып жатыр. Қара көз кейіпкері Арманның кейіпкеріне тым жақын келіп тұрды. Экранда тағы бір хабарлама шықты: "Мені көргің келе ме?" Кенет экран қараңғыланып кетті. Free Fire жабылды деп ойлады, бірақ жоқ. Экранда екі үлкен қара көз пайда болды. Ол тікелей Арманға қарап тұрғандай еді. Арман айқайламақ болды, бірақ дауысы шықпады. Бөлмедегі шам бір жанып, бір сөніп тұрды. Телефоннан тағы да бір жазу шықты: "Сен мені ойынға кіргіздің, енді мен шықтым." Сол сәтте Арманның артындағы есік сықырлады. Арман баяу бұрылды. Есіктің алдында ешкім жоқ, бірақ бөлмедегі айнаға көзі түскенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Айнада өзінен басқа біреу тұрды. Ол да Арманға ұқсайды, бірақ көздері қап-қара, жүзі суық, еріндері қозғалып сыбырлады. Ойын аяқталмады. Арман көзін жұмды, қатты дұға оқыды. Көзін ашқанда таң атып қалған еді. Телефон төсегінің жанында жатыр. Барлығы түс сияқты, бірақ бір нәрсе мазалады. Телефонды ашқанда Free Fire'де жаңа хабарлама тұрды: "Соңғы рет бірге ойнаймыз." Арман телефонды бірден өшіріп, сол күні ойынға кірмеді. Бірнеше күннен кейін жаңалықтардан бір қорқынышты ақпарат шықты. Түнде ойын ойнап отырған бірнеше баланың түсініксіз жағдайда тап болғаны айтылды. Барлығының телефонында бірдей Ник табылған. Қара көз. Арман бұл атты көргенде бүкіл денесі мұздап кетті. Сол күннен бастап Арман түнде телефон ұстамайтын болды. Free Fire'ді де сирек ойнайды. Ол бір нәрсені түсінді: кейбір ойындар жай ойын емес, ал түн бәрін оятатын уақыт. Ал егер сен түнде Free Fire ойнап отырсан, командадағы бейтаныс Никке мұқият қара. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.